Мемлекеттік тілді меңгеру бала күннен басталады. Масанчи ауылындағы Ботаған балабақшасында бүлдіршіндер қазақ тілін ерте жастан үйреніп, тақпақ айтып, еркін сөйлеуге бейімдалып келеді. Ана тілді ардақтаған мекемеге арна тілшісі де арнайы барып қайтты. Мен кішкентай балам, китап оқи аламын, тіпті классы сөмкене ұзын саламын. Бұл бүлдіршін Масанчи ауылындағы Ботақан балабақшасының тәрбиеленушісі. Аталмыш мекемеде 2016 жылдан бері Мұхаммед Суларов жеткіншектерге қазақ тілінен сабақ беріп келеді. Оның айтуынша балалардың үлгерімі жақсарып, ынталары әлде қайда артқан. Үлгерім жақсы. Қазақ тілдің қазір балалар, мысалы қазір ата-аналары бәрі балаларды қазақ сыныптарына береді, қазақ топтарына береді. Ата-аналары тоже қызықтырып жатыр да, сол қазақ тілі. Мысалы айтады, көбісі ата-аналар айтады, мысалы біз Қазақстанда тұрамыз, біз қазақ тілін құрметтеуіміз керекпіз, білуіміз керекпіз, үйренуіміз керекпіз. Ботақан балабақшасы 2016 жылдан қазан айында ашылған. Мектепке дейінгі мекеме 280 балаға арналыпты. Мұнда 9 қазақ және 3 орыс тобы жұмыс істейді. Оның ішінде мектеп алды, ортаңғы және ересек топтар бар. Әр топта үлгілік оқу қағидаларын ескере отырып, балалар жас ерекшеліктермен орналасқан, және де қазіргі таңда біз стандарт талаптарына сай жұмыс атқарамыз. Бізде 40 педагог жұмыс атқарады, оның ішінде 23 модератор санатын алған, және де 1 педагог зерттеуші, 1 сарапшы педагог өз қызметін атқаруда. Мекемеде балалардың шығармашылық, танымдық және тілдік қабілеттерін дамытуға айрықша мән беріледі. Тәрбиешілердің айтуынша, қазақ тілін күнделікті ойын, ән, өлең және түрлі іс-шаралар арқылы меңгерген бүлдіршіндер келешекте де мемлекеттік тілде ойын еркін жеткізе алады. Нұрбақыт Мұсатилова, Дәулет Әкемов, Қордай, 24 News.